Сәлем достар, ыстық күнде шөлеңізді басатын IC, яғни салқын сусын дайындаймыз. Мыралмен бірге болып, видеоны ақырына шейін көріңіздер. Ачы болып демделген қызыл шайымызға қамыс қантын салып, жақсылап араластырып, суытамыз. Бір апельсинімізді екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін қабығын ашып, майдалап тураймыз. Сол туралған бөлігіне ыстық қайнап тұрған су құйып, 1 минут ұстаймыз. 1 минуттан кейін суын алып тастап, апельсинімізді аламыз. Және осы апельсиніміздің үстінен құлпынайдан қосамыз. Және барлығын блендердің көмегімен майдалап езіп аламыз. Бір шабдалымызды да ортасынан бөліп, сонан соң майда бөліктерге жіңішкелеп бөлеміз. Шыны ыдысымызға майдалап бөлінген шабдалымызды саламыз. Блендерден өткізілген пюремізді саламыз. Апельсиніміздің қалған жарты бөлігін жіңішкелеп турап саламыз. Бізде бұл салқын сусын болғандықтан міндетті түрде мұздан саламыз. Ең соңынан шайымыздан құямыз және де барлығын жақсылап бір араластырамыз. Егер сіздерге мен сияқты ішіндегі мякотті ұнамайтын болса, біраз тұрған соң сүзгішпен сүзіп, мякотын бөлек алып тастасаңыздар болады. Біздің өте керемет, дәмді, ыстық кезде шөлімізді басатын сусынымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығатынына сенімдімін. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, жаңа видеолар жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Достар, менің тағы да қандай сусын дайындағанымды көргілеріңіз келеді, соны комментарийда жазып кетіңіздер.